Өткен демалса қазақстандық видеоблогерлердің басын біріктірген видео бәйге атты жоба өтті. Шара барысында кеш қонақтарының назарына байқауға қатысуға ұсыныс білдірген YouTube каналындағы түрлі видеолар мен желідегі белсенділік танытатын телеарналар ұсынылды. Ал әділқазылар алқасы олардың ішінен ең үздігін таңдады. Сонымен YouTube кеңістігіндегі ең үздік телеарна қайсысы? Ну и первое место, я уверен, вы поняли, какой телеканал. Это Gaku TV. Gaku телеарнасы YouTube-тағы ең үздік канал ретінде сыйлық алды. Біз басынан ғаламтордағы ең бірінші арна болғымыз келген. Бұл қолымыздан келді. 3 жыл бойы көрермендерді қазақша музыканы тыңдауға тәрбиеледік. Менің ойымша YouTube-та мұндай ілтипатқа біз лайықпыз. Әрине бұған таң қалудың қажеті жоқ, өйткені Gaku телеарнасы әрқашан бірінші орында. Біздің телеарнамыз әрдайым бірінші, өйткені осы 3 жылдың ішінде миллион қаралымдар, әртістердің миллионға жеткен бейнебаяндары тек қана бізде. Ал тағы да 3 жылдан кейін не болатыны әзірше бізге беймәлім. Видео бәйге байқауы бірнеше номинациядан тұрды. Олардың әрқайсысында 3 жүлделі орын болды. Егер ең үздік телеарна деп Gaku арнасы танылса, үздік YouTube жобаға Uframe, Jackass және Bika Breezy вайнерлері жатты. Чё там, қайдан боласың? Шымкент. Аталмыш шараға танымал ғана емес, сондай-ақ танымалдылыққа енді ғана қол жеткізіп келе жатқан жастар да қатысты. Олар өздерінің жұмыстарын ұсынып, бірінші болуға барын салды. Алайда жас видеоблогерлер номинациясы бойынша жеңіс тек Елена Сёма есімді аруға бұйырды. Так, стоп, я знаю, чего еще не хватает в твоем образе. Чего? Ал Gaku арнасы шын жүректен жеңіске жеткен жандарды құттықтайды.